Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомда электрондардың таралуы. Бүгінгі сабақта сіздер атомда электрондар ядродан ара қашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсінесіздер. Ал бұл сабақты меңгеру үшін сіздерге 7-ші сыныпта өткен атомдар, молекулалар, заттар және химиялық элементтердің периодтық кестесі бөлімдері негіз болады. Бұл сабақтағы сіздердің жетістік критерийлеріңіз 3 элемент атомдары электрондарын энергетикалық деңгейлер бойынша орналастырасыздар. Осы элементтердің сыртқы қабаттағы электрондар санын анықтайсыздар және осы элементтердің біреуінің атом моделін дайындайсыздар. Молекулалар неден құралған? Барлық молекулалар атомдар деп аталатын, одан да кіші бөлшектерден құралады. Атомның 100-ден астам түрі белгілі. Яғни 7-ші сыныпта өткен әрбір химиялық элемент бір атом болып табылады. Әлемдегі барлық нәрселер осы атомдардан тұрады. Суретте сіздерге су молекуласы көрсетілген, яғни сутегінің 2 атомынан және оттегінің 1 атомынан тұрады. Атом дегеніміз элементтің химиялық қасиеттерін сақтап тұратын ең кіші бөлшегі. Атомның құрылысына келсек, атом 10 зарядталған ядродан және теріс зарядталған электроннан тұрады. Ал ядроның өзі протоннан және нейтрон бөлшектерінен тұрады. 7-ші сыныптағы тақырыпты еске түсіру мақсатында жаттығу орындаймыз, яғни 2 жаттығу көрсетілген, қайсысын орындау өз еріктеріңізде. Бірінші жаттығу: көміртек атомының ядро зарядын, протон мен нейтрон және жалпы электрондар санын анықтаңыз. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойыңыз. Дәптерге тақырыпты жазып, осы бірінші жаттығуды орындайсыздар. Атомда электрондар қалай таралады деген сұраққа келсек, электрондар әртүрлі энергия қорына ие және энергияға сәйкес арнайы қабаттарға таралады. Ол қабаттарды энергетикалық деңгейлер немесе энергетикалық қабат деп атайды. Энергетикалық деңгейлер саны период санымен анықталады, яғни элементтің период саны энергетикалық қабат санына тең болады. N тең 2n квадрат формуласымен анықталады. Мұндағы үлкен n электрондар саны болса, кіші n энергетикалық деңгей нөмірін көрсетеді. Егер энергетикалық деңгей саны 1-ге тең болса, жалпы электрон саны ол қабатта орналасқан 2 болып табылады. Ал энергетикалық деңгей саны 4-ке тең болса, жалпы электрон саны 32 электрон болып табылады. Екінші және үшінші энергетикалық қабаттағы электрон санын өздеріңіз есептеңіздер. Энергетикалық қабаттардың саны артқан сайын атом радиусы да артады. Оған сәйкесінше энергиясы азаяды. Радиус әр энергетикалық деңгейдің ядродан ара қашықтығын көрсетеді. Атом ядросына жақын орналасқан электрондар оған жақсы тартылады. Электронның ядродан алыстауына байланысты оның энергиясының шамасы азаяды. Сіздерге оқулықтарыңыздағы 2-ші сурет берілген. Бұл жерде 2-ші период элементтері электрондардың атомда орналасуы көрсетілген. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, электрондар энергетикалық деңгейлерге бөліп орналасады. Мына жерде 3 электрон, демек, электрон нөмірі реттік нөмірді береді, ол литий элементі болып табылады. Және солай жалғаса береді. Атом өте ұсақ бөлшек болғандықтан, ондағы электронның қозғалысы микродүниенің қозғалу заңдылықтарына бағынады. Электрондар ядро сыртындағы кеңістікті біртіндеп толтырады. Электрондардың орналасу заңдылықтарын білу элементтің физикалық және химиялық қасиеттерін анықтау үшін қажет. Электрон ядроны одан белгілі бір қашықтықта энергия қорының шамасына қарай айналып жүру мүмкіндігі ең жоғары кеңістіктің бөлігі орбиталь электрондық бұлт деп аталады. Яғни, үшінші суретте
S орбиталь электрондық бұлты және P орбиталь электрондық бұлттары көрсетілген. Бұдан бөлек D және F деңгейшелері де болады. Химиялық әдебиеттерде S орбитальды S деңгейше, P орбитальды P деңгейше деп те атайды. Оны S орбитальды 1 кванттық ұяшықпен, ал P орбитальды 3 кванттық ұяшықпен көрсетеді. Атомда электрондар ядроны айнала қозғалуынан басқа өз білігінен де айналалады. Жердің күнді айналуымен бірге өз білігінен де айналатыны сияқты. Атомдық нөмірі 20-ға тең болатын, айналасында ешқандай электроны жоқ атом ядросын елестетейік. Ядроны электрондармен, олардың саны протондар санына тең болғанша толтырайық. Бірінші электрон ядроға жақын ең төменгі электронды қабатта орналасады. Екінші электрон да сол қабатта орналасады. Бірінші қабатқа бұдан артық электрон сыймайды, себебі ол толықтай 2 электронмен толтырылған. Сондықтан үшінші электрон келесі энергиясы жоғарырақ екінші қабатта орналасады. Бұл қабат 8 электрон қабылдай алады. Екінші қабат толтырылғаннан кейін келесі электрондар үшінші электронды қабатқа орналасады. Үшінші қабат ең көп дегенде 18 электрон қабылдай алады. Алайда бұл қабат 8 электронмен толтырылғаннан кейін атом айтарлықтай тұрақтылыққа ие болады да, келесі 2 электрон 4-ші қабатқа барады. Қалған қабаттардың толтырылу ережелері бұдан да қиын. Электронды қабаттар энергияларының өсу реті бойынша толтырылады. Ең жоғарғы толтырылған қабаттың энергиясы қаншалықты аз болса, тұтастай атомның энергиясы да сәйкесінше аз болады. Алғашқы 20 химиялық элементтің атом құрылысы және ондағы электрондардың орналасуы оқулықтарыңыздың бірінші кестесінде көрсетілген. Кестеге назар салып қарасақ, элемент таңбасы, реттік нөмірі, яғни ядро заряды, энергетикалық қабат саны және электрон саны бейнеленген. Литийге назар аударсақ, реттік нөмір 3, ядро заряды 3, 2 электрондық қабаты бар және 3 электроны осы электрондық қабаттарға бөлініп орналасқан. Электронның өз білігінен айналуын спин деп те атайды. Электрон сағат тілінің қозғалыс бағытымен немесе оған қарама-қарсы бағытта қозғалады. Ол формулада 1 кванттық ұяшықта 2 электронды орналастырғанда бағдаршаларды қарама-қарсы жазу арқылы көрсетіледі. Ал енді бүгінгі сабағымызды түсіну мақсатында, бекіту мақсатында осы кестені толтырасыздар. Яғни, натрий элементі берілген, натрий элементінің реттік нөмірін, ядро зарядын, жалпы электрондар санын, энергетикалық деңгейлер санын, соңғы, яғни сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондардың санын, энергетикалық деңгейлер бойынша электрондардың орналасу сызбанұсқасын бейнелейсіздер. Ал үйге тапсырма, жоғарыдағы кесте бойынша алғашқы 20 элементтің үшеуіне сипаттама бересіздер, яғни жаңағы сыныпта орындаған кесте бойынша. Сондай қылып 3 элементті талдайсыздар. Және бір элемент атомының моделін құрастырасыздар. Ол элемент атомның моделін жасауға өздерінің шығармашылықтарыңызды пайдаланасыздар. Қандай материалдар қолданасыздар, ол өз еріктеріңізде. Сурет саласыздар ма, әлде бір мүсін жасайсыздар ма, ол да өз еріктеріңізде. Олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылай келе біз нені ұқтық, нені түсіндік? Атомда электрондар өзінің энергия шамасына орай белгілі бір энергетикалық деңгейлерге бөлініп орналасатынын ұқтық. Ол электрондардың санын есептеу үшін n тең 2n квадрат формуласы пайдаланатынын білдік. SP, DF электрон бұлтты пішіндер бұлттарының болатынын білдік. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тапсырмаларыңызды орындап, маған жүктеңіздер.